сұрағаныңызды берем дейді. Айтады тағы да, сәждеде жатқан кезде дейді, Аллаға ең жақын сәтің сол дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисі. Сәждедегі сәтің Аллаға ең жақын болған сәтің дейді. Аллаға айтады ғой бізге, намазға асық дейді, және де неге ауызашарға асық деген сөз бар ғой. Бұл жердегі нақты өсиет тез намазыңды оқып алуға, немесе тамақты жеуге асық емес. Негізгі өсиет Аллаға қарай тез. Өйткені сіз намазға барғанда білесіз, сәждеде жақын жер бар. Ауызашарға барғанда білесіз, ауызашар уақытында жасалған дұға, оны Алла мен сенің арасында ешқандай перде жоқ дейді Расулалла. Аллаға сондай уақытты сезіну, жақындық сезіну о жердегі. Субханалла, сол себепті бұл адамды бір өте үлкен бір дәрежеге көтереді да, бұл намаз дегенше. Осындай бір үлкен сауапты береді. Сіз намазға тұрған кездегі сіздің жүзіңіз міне. Сізге қарайды Алла тағала. Құлым қалай намаз оқып отыр екен?